Южный кітапханасы филиалының ұжымы барлық онлайн пайдаланушыларды қарсы алады және сіздердің назарларыңызға «Менің кітабым, менің даусым» онлайн жобасының «Қара, ал, оқы, айстоп бер» келесі бейнеролигін ұсынады. Сәлеметсіздер ме? Бүгін менің кітабым, менің үнім тақырыбында жүрегіме ерекше жақын болған кітап туралы айтқым келеді. Ол «Махаббат қызық мол жылдар» романы. «Махаббат қызық мол жылдар» қазақтың көрнекті жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың ең танымал романдарының бірі. Шығарма алғаш рет 1907 жылы жарық көріп, бүгінгі күнге дейін оқырманның сүйікті туындыларының қатарына келеді. Алғашында бұл шығарманы жай ғана махаббат туралы шығарма деп ойладым. Бірақ оқи келе оны тек махаббат емес, жастық шақтың арманы, өмірлік таңдау, адалдық пен адамгершілік туралы екенін түсіндім. Кітапта Ербол мен Меңтайдың сезімі маған шынайы махаббаттың қандай болатынын көрсетті. Олар бірін-бірін құрметтеп, сенді, қиындықтарға мойымады. Осы шығарма арқылы махаббаттың тек сөзбен емес, іс-әрекетпен дәлелденетінін ұқтым. Маған бұл кітаптың ең ұнаған тұсы кейіпкерлердің өмірге деген көзқарасы. Олардың арманы, жауапкершілігі, білімге деген ұмтылысы бүгінгі жастарға да үлкен үлгі бола алады. Себебі уақыт өзгергенімен адамдық құндылықтар ешқашан өзгермейді. Мен үшін «Махаббат қызық мол жылдар» жай ғана роман емес. Ол жүрекке ой салатын, өмірге басқа қырынан қарауға үйрететін шығарма. Сондықтан менің кітабым менің үнім, ал менің үнім адалдықты, шынайы махаббатты және адамгершілікті дәріптейді. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен қазақ балалар әдебиетінің көрнекті жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесть туралы өз пікірімен бөліскім келеді. Бердібек Соқпақбаев балалар мен жасөспірімдердің жан дүниесін терең түсінген талантты жазушы. «Менің атым Қожа» ең танымал туындыларының бірі. Бұл шығарма тек Қазақстанда ғана емес, шетелде де танылып, кейіннен осы шығарма желісі бойынша көркем фильм түсірілген. Повесті оқыған кезде маған ең алдымен Қожаның мінезі ұнады. Ол өте шынайы кейіпкер. Кейде тентектік жасайды, мұғалімдердің ескертуін алады, қателеседі, бірақ оның жүрегі таза, мейірімді, әділ болуға ұмтылады. Сондықтан Қожаны жаман бала деп атауға болмайды. Керісінше, ол өз қателігін түсініп, өзгеруге тырысатын кейіпкер. Менің ойымша, бұл шығарма тек балаларға ғана емес, жасөспірімдерге де үлкен тәрбие береді. Ол адалдыққа, жауапкершілікке, достықты бағалауға және өз ісі үшін жауап беруге үйретеді. Шығарманы жазылғанына көп жыл өтсе де, бүгінгі күнде де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Өйткені қазіргі оқушылар да Қожа сияқты армандары, қателіктері, ізденістері бар. Қорытындылай келе, «Менің атым Қожа» әр оқушы оқуы тиіс құнды шығарма деп есептеймін. Бұл кітап бізге өмірімізге мінсіз адам болмайтынын, бірақ әрқашан да өзімізді тәрбиелеп, жақсы жаққа өзгертуі болатынын көрсетеді. Назарларыңызға рахмет. Құрметті оқырмандар, сіздерді оқылған кітаптардан жаңа әсер алу үшін филиал Южный кітапханасына шақырамыз.